Қайырлы күн қымбатты көрермендер, бүгін ұлт қазынасы жобасы аясында 4-ші ауыл 4-ші түсірілім Гүлшат кентіне келдік. Және осы ауылдың жастарымен кездесу ол Балқаш қаласында өтеді. Неге? Өкінішке орай осы ауылда мектеп пен колледж жоқ. Осы Гүлшат кентінің жастары Балқаш қаласына барып оқиды екен. Балқаш қаласында ментормен кездесу өтеді. Бірақ Гүлшат ауылының жастарымен кеттік. Қазынасы жобасы дегеніміз жастарды, жаңағы талантты жастарды жинай отырып, біздің ұлтымыздың салт дәстүрін, әдет ғұрпын жаңағыдай дәріптеу арқылы сіздермен тығыз байланыста жұмыс жасау деген сөз. Бізде әдеттегідей кездесу алдындағы жастармен кішігірім бір түрлі сұхбатымызды жалғастырамыз. Есіміңіз? Бекарыс. Жалпы түсіндіңіз жоба туралы? Ұлт қазынасы дегеніміз жаңағы балаларды дамыту, ойларын дамыту. Бізде бір түрлі интервью жалғасады. Сіздің толық есіміңіз? Ғалы Анель. Анель ханым, сізге сұрақ, ұлт қазынасы жобасы туралы түсіндіңіз бе? Сол түсінгеніңіз қысқа нұсқа айтып берсеңіз. Ұлт қазынасы ол жалпы жастарды қолдау және оларға өзін дамыту арқылы көтеруін, тағы да балаларға кішкене өзі ашылуына сепкін тигізеді жоба. Тамаша. Мен или Мбаппе? Сіз. Мен или Беллингем? Сіз. Мен или Сәтбаев? Сіз. Серьезно ма? Серьезно. Футбол ойнай алмаймын ғой. Мен жаңа көріп түсін, тем более. Әлі таныспадық та. Бәріміз бір облыста тұрғаннан кейін. Да? Мысалы, осы Қарағанды облысымыз ғой, бәріміз содан кейін. Міне, бір-бірімізді осылай қолдап жүрейік. Біз де дәл осылай қолдауға ұлт қазынасы деген жобамен жастарды қолдауға келіп тұрмыз. Сіз немен айналысасыз? Мен өзім жалпы не сүйіп жасайтыным ма? Оқудан тыс уақытта немен айналысасыз? Оқудан тыс мен бимен және волейболмен айналысамын. Би және волейбол. Екеуін қосса қалай болады? Сол туралы ойландыңыз ба? Адамдар билеп волейбол ойнаса қызық қой. Мысалы, 5-5 аяқ добль ақтырғанша бүйтіп қара жорға биледім да, астыға түсіп топты күтіп алдым. Креатив қой? Креатив, иә. Би волейбол деген шығарамыз болашақта. Тағы бір ұсыныс. Жалпы қазір ментор сіздермен кездесуге келгенде ментордың көзіне түскіңіз келе ме? Әрине, ол деген мүмкіндік қой. Жалпы жобаның қатысушысы болғыңыз келеді. Иә, әрине. Примерно қалай түсем де ойлайсыз көзіне? Түскенде, мысалға, ментор бізге сұрақ қоятын болса, біз білгенімізше барынша көзге түсуге тырысамыз ғой, потому что ол кісі бізге келіп тұр, барлық затын айтады, уақытын өткізеді, соған өзіндік бір плюстарын жинап алу керек қой. Минустарын қаққа жібереміз? Ментордың минустары ол өз жағында болады. Біз тек жаңағы келген мақсаты және сол туралы тәжірибе жинап, сол кісіге жазылсақ деген ой ғой. Плюс-минус батарейкада ғана болады. Жарайды. Адамдар. Ассаламу алейкум. Қалайсыңдар, не хабар?
Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін міне Гүлшат, яғни Балқаш жастарымен кездесуден шықтық. Мен қасымдағы ментор Жанар ханым. Кездесу қалай өтті, көңіліңізден шықты ма? Қайырлы күн, сәлеметсіздер. Бүгінгі кездесу өте ерекше болды. Балалармен жақсы тығыз байланыста болдық. Жалпы ұлт қазынасы туралы жалпы ұғым түсіндіріп, қызығушылықтары балалардан кішкене артты деп ойлаймын. Сол жиналған жастардың кездесу барысында өзіңізге осы жобаға таңдап аламау дейтін бір баланы көре алдыңыз ба? Көзінде жалыны бар. Жастардың арасынан маған тіркеліп жазылған бір 15 шақты бала болды. Соның ішінен мен 3 дерлік баланың көзінен от көрдім. Алдағы уақытта жұмыс жасаймыз деген үміттемін. Сондықтан жаңағы мағлұматтарды ала шықтым өзіммен. Бірақ сіздерге қиын ғой, 15 баланың ішінен таңдау жасау. 14 баланың көңіліне тимейтіндей қылып. Өте қиын жұмыс. Әр балаға жеке подход жасайсыз. Жаңағының өзінде сұрақтар қойып жатыр. Егер мен ол іріктеуден өтпей қалсам үйге қайтам ба деген сияқты сұрақтар болып жатыр. Енді оны балаларға бірден айтуға болмайды. Келе-келе жай түсіндіріп, әрі қарай жұмыс жасауды жалғастырамыз деп түсіндіретін боламыз. Сізге тағы сұрақ, сол таңдап алған баламен жоба аясында қандай жұмыстар істейтін жоспарларыңыз бар, ойларыңыз бар? Сонымен кішігірім бөлісе кетсеңіз. Жалпы таңдалған балалармен алдағы уақытта шығармашылығы бар, жаңағы желі аясы бар, қызығушылықтарын арттыруы бар. Бастысы сол қызығушылықпен келген бала әрі қарай жұмыс жасай алады. Және де алға қойған мақсаттарымыз бар. Солмен нақты жұмыс жасаймын деген сенімдемін. Ендеше сізге рахмет, жобада сәттілік. Жақсы, рахмет. Қош естіңіз. Сау болыңыздар. Қымбатты достар, біз жаңа ғана Балқаш қаласында жастармен кездесуді өте жоғары деңгейде өткізіп, Гүлшат ауылына қайтып келдік. Кездесу барысында Гүлшат ауылының жастарының көзіндегі жалынды көрдім, талантты көрдім, креативті көрдім, және сол жастар осы ауылды көтереді деген сенімдемін.